Таразбен іргелес жатқан Байзақтағы ахуал қандай? Атқарылған жұмыстар мен алға қойған жоспарлардың жай жапсарын аудан әкімі брифингте баян етті. Байзақ ауданы негізінен агросалаға арқа сүйеді. Егістік көлемі 59.700 гектардан асқан. Нәтижесінде өнім көлемінде артып, шаруалардың тірлігі ілгері басып, табыс артады деген үміт бар. Мал шаруашылығына келетін болсақ, мал басының өсіміне себеп келіп отқан осы өңір басшысы осыдан 3 жыл бұрын осы Асқар Исабекұлы екеуі бастаған пилоттық жоба деген үлкен бір тіршілік бар. Соның арқасында біздің осы ауданда 3 елді мекен қамтылған, 3 округ бойынша. Солның нәтижесінде бүгінгі таңға мал басының өсімі өте жоғары деп айтуға болады. Өңірде өндірілген өнім көлемі де өскен. Биыл 10.000 тоннаға жуық ет, 17.000 тоннадай сүт өндіріліпті. Мал басы сиыр мен қой және жылқы санында айтарлықтай өсім бар. Шаруашылықтың түлеуі ауыл халқының ахуалы жақсаруына сеп болары белгілі. Ең өзекті мәселе инвестиция мәселесі. Бұл инвестиция аудан көлемінде биылғы жылы берілген жоспар 6 ай бойынша толыққанды өзінің нәтижесін берді деп айтуға толық негіз бар. Одан бөлек кезекті мәселе өнеркәсіп өндірісі. Ол енді 22 жылғы қаңтар маусым айларында ауданына өнеркәсіп кәсіпорындар 3 миллиард 401 миллион теңгенің өнімін өндіріп, нақты көлемінде 3%-ды құрап отыр. Бұл енді былтырғы жылмен салыстырғанда өсім бар деп айтуға толық негіз бар. Ауданда агросаланың алға басуына субсидияда көмек бөлуде. 454 шаруашылық көмек қаржы алып, 672 миллион теңгені қол жеткізіпті. Шаруалар болашақта бюджетке алақан жаймай өз арбасын өзі сүйрейтін жағдайға жетсе, экономикада жаңа белеске көтерілер деген сенім бар. Көбеев Мұхамедқали, Жамбыл Ньюс.